Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай адам ағзасына өте пайдалы тағам дайындайтын боламыз. Бұл холодец деп аталады. Бұның пайдасы енді өте көп. Адамның сүйек буын ауруларына және де иммунитеттің көтеруіне, көз ауруларына өте пайдасы көп. Холодец жасау үшін бізге сиыр аяқтары керек болады. Жылқы аяқтарымен де жасауға болады, бірақ сиыр аяқтарымен жақсы шығады. Осындай салқын суымызды отқа қойып, отымызды қосып, сиыр аяқтарын бір қайнатып аламыз. Міне менде бір рет қайнады. Бұл суды төгіп тастаймын. Суын жаңалап қайтадан отқа қойып аламын. Және де қайнаған соң бетіне көбік шықса көбігін немесе майын алып тастаймыз. Себебі майын алмасаңыздар холодезіміз дұрыс қатпайды, формасын дұрыс алмайды. Кескен кезде де бұлжырап дұрыс кеспейді. Енді холодестің ішіне сіз қандай заттар қосқыңыз келеді, солардың барлығын қоса берсеңіз болады. Егер ащылау қаласаңыз, қара бұрыш, қызыл бұрыш деген дәмдеуіштерді қоса бересіз. Дәміне қарай тұз қосасыз. Мен холодестің ішінде кішкене ет болғанын қаладым, сондықтан кішкене етті сал жердім. Холодец пісу уақыты бойынша ұзақ уақытты алғанымен адамның қолын аса қатты ұстамайды, тек қана ұзақ уақыт керек болады пісу үшін. Сүйектер жақсылап қайнап, ішінде құрамындағы барлық заттардың бәрі шығуы керек. Сол үшін 8-10 сағат қайнауы керек. Менде 8 сағатқа баяу отқа қойып қойдым. Холодецтерім осындай болып пісті. Міне қараңыздар, сүйектерінен ажырап тұр барлығы. Енді мен ыдыстарыма құя берсем болады. Аяқтарды сүзіп алып, етінен сүйектерін ажыратып барлығын турап қосатын боламын. Егер бетінде әлі де майлары болса, майларын сүзіп алыңыз. Жаңағы айтқандағыдай формасы дұрыс қатпауы мүмкін. Ал енді қайнатылған сорпаны міндетті түрде сүзгіштің көмегімен сүзіп алыңыз, себебі сүйек қалдықтары болуы мүмкін. Ал енді осылай сүйектерінен ажыратып барлығын майдалап турап аламын.
Сәбіз міндетті емес, мен жай ғана әсемдік үшін пайдаланып жатырмын. Осы сәбіздерді қазір гүл пішінге келтіремін. Холодезді кез келген формаңызға келтіре бересіз. Жаңағы гүл тәрізді сәбіздерді кесемнің түбіне қойдым, себебі холодез қатқан соң мен төңкеріп қоямын. Сол кезде сәбіз бетінде әдемі түс беріп тұрады. Туралған еттерімізді барлық порциямызға осылай бөліп қойып аламыз, және де қайнатпамызды, сорпамызды осы еттің үстіне құйып, холодильникке кемінде 5-6 сағатқа қатырып қоятын боламыз. Міне холодильникте холодезеріміз қатып дайын болды. Осылай шеттерін пышақтың немесе осындай лопатканың көмегімен видеодағыдай жасап алыңыз. Холодездер өте күшті шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай, егер сіздер дәл осындай төңкеріліп тұрған жерінде бұдан да әдемірек болсын десеңіздер, жұмыртқаны қайнатып екіге бөліп, дәл осы сәбіздер сияқты безендіруге болады. Сіздерге менің видеом ұнаса, арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.